біздің кезекті сабағымыз туындының қолданулары. Функцияның туындысын көптеген есептерге қолданады. Жабында практикалық есептер, соның ішінде физикалық біршама есептерге қолданылатын болады. Мәселен, қозғалысқа байланысты. Бұл жерде жолдың функциясынан туындалсақ, жылдамдықтың функциясы шығады. Жылдамдықтың функциясынан туындалсақ, үдеудің функциясы шығады деген сияқты. Сол сияқты жаңағы жұмысқа байланысты формулалар. Жұмыстан туындалып қуат, қуаттан туындалып ары қарай келесі сатылы қорытындылар жасайтын осындай қолданыстар болады. Бұның барлығы айналып келгенде әртүрлі функциялардың туындыларын алып, функцияларды зерттеуге келіп саятын болады. Сондықтан жалпылама жаңағы функцияның туындының қолданылысы әртүрлі функцияларды зерттеуге келіп тірелетіндіктен біз бұл жерде функцияны зерттеудің әдіс тәсілдерін келтіретін боламыз. Бізге y тең e под x функциясы берілсін. AB аралығындағы туындысы нөлға болатын немесе туындысы анықталмаған нүктелер оның кризистік нүктелер деп аталады. Кризистік нүктелер. Біз функцияның жаңағы кризистік нүктелердің ішінен экстрем нүктелер, максимум және минимум нүктелер туралы түсіндіріп айта кетейік. Экстрем нүктелер дегеніміз жалпылама атау. Бұлған жаңағы максимум, минимум нүктелерін біріктіріп, біз экстрем нүктесі деп атаймыз деп айтуға болады. Бұны график түрінде түсіндіре кетейік. Бізге функцияның графигі берілген болсын. Деген. Бұл y тең e под x функциясының графигі. X, y координаттарымыз. Сонда бұл функцияның экстремумдары қайда көрініп тұр дегенге назар аударамыз. Экстрем нүктелер бұл жерде бізде. Нүктені белгілейік. Оның координатасын x1 деп қояйық. Нүктені белгілейік. Оның координатасын x2 деп қояйық. Және бұл жерде ең үлкен нүктені белгілейік. Ол x3 болсын. Мұнда ең төменгі нүктесін белгілейік, координатасы x4 болсын. Бұл жерде функцияның бұл жерде өсу кему аралықтар көрініп тұр. Мәселен, мұнда функция x1-ге дейін өсіп жатыр. Қайтып x1-ден x2-ге дейін функция кеміп жатыр. x2-ден x3-ге дейін функция қайтадан өсіп жатыр. X аргументтің x3-ден x4-ге дейінгі мәндерінде функция кеміп, x4-тен ары қарай тағы да функция өспелі болатыны көрініп жатыр. Енді бұл жерде бізде x1-дегі функцияның мәні, ол жаңағы e под x1, сол сияқты x2-дегі мәні e под x2. Мына нүктені жазатын болсақ, бұл координаттарын x1 еп x1 деген координатасы болады екенде. Ал мына нүктені жазатын болсақ, ол x2 e под x2 деген координатасы, абсцисса координатасы.
Мәселен біз мынаны А нүктесі деп қояйық, мынаны В нүктесі деп қояйық. Бұл екеуінде айырмашылық неме дегенде? А нүктесінде функция өсіп қайтадан кеміп жатыр. Өсіп қайтадан кеміп жатыр. Сол жағында өсіп, оң жағында кеміп жатыр. В нүктесінің ерекшелігі В нүктесінің кеміп қайтадан өсіп жатыр. Немесе сол жағында кеміп қайтадан оң жағында өсіп жатыр. Өсу кемуіне байланысты осындай ерекшеліктер бар нүкте. Ал енді бұл жаңағы өз аумағында А нүктесі ең үлкен мәнге ие болатын нүкте. Сондықтан біз А нүктесін максимум нүкте деп атаймыз. Жүрге А жаңағы максимум деген атауға жатады екен. Ал В нүктесі минимум нүктесін жатады. В минимум дегенге мысал ретінде В нүктесін айтуға болады екен. Сол сияқты бұл жерде жаңағы x3-те функция өзінің максимум мәні. Бұны сан нүктесі деп қояйық. Бұл жерде D нүктесі дейтін болсақ, D нүктесінде минимум мәні. Мысалы, максимумге біз тағы да қандай нүктені жатқыза аламыз? Максимумге сан нүктесі жатады. Минимумға тағы да D нүктесін жатқызуға болады екен. Бұл максимум минимум. Енді осы жердегі жаңағы А, Б, С, Д нүктелерін біз біріктіріп экстремум нүктесі деп атайды екенбіз. Сонда жаңағы максимум нүктесі функцияның өсіп қайтадан кемейтін нүктесі болып тарайды. Жаңағы өсуден қайтадан кемуге қарай ауысатын нүктесі ол максимум. Ал минимум нүктесі дегеніміз кеміп кеп функция қайтадан өсуге. Жаңағы өсу кемуден өсуге қарай өзгеретін нүктесі ол минимум нүктесі болады екен. Осындай қанша максимум, қанша минимум бар дегенге байланысты функцияның максимум минимумдері немесе экстремумдық қасиеттері зерттеледі деп айтылады. Енді мынандай маңызды формуланы келтірейік бұл жерде. Y-тен e под x функциясы x0 нүктесінде дифференциалданатын болсын, және e под x0-дің мәні y0 болсын деп көрейік. Дифференциалданатын дегеніміз функцияның туындысының мәні болады деген сөз. x0 нүктесінде функцияның мәні табылады деген сөз. Онда жаңағы функцияның жанамасының жаңағы функциясы, формуласы, жанаманың формуласы андай түрде болады. Бұл түзудің функциясы болатын көрініп тұрып жерде y минус y0 тең e' x0 ол тұрақты коэффициент деген сөз. X минус x0. Бұл формуланы біз сызықтық функция түріне келтіретін болсақ, ары қарай бүйтіп жазуға болады. Y тең e' x0 көбейту x плюс y0 минус e' x0 көбейту x0 түрінде жазамыз. Мынау түзудің бұрыштық коэффициенті болады. Мынау қосымша болады. Бұның мысалында k, бұны v десе есептесек, жалпы біз түзудің теңдеуі жаңағы y тең kx плюс v түрінде болатындықтан біз стандарт түрдегі түзудің теңдеуіне келтірсек, мынандай қорытындыларға көз жеткіземіз. Бұл жерден біз байқап отырғанымыздай, e' x0 дегеніміз ол x0 нүктесіндегі жанаманың бұрыштық коэффициенті ретінде алынады. K тең e' x0.
Бұдан біз y тең f от x функциясының x0 нүктесінде жүргізілген функциясының графигіне x0 нүктесінде жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициенті ол f' x0 болады екен. Жалпы түзудің бұрыштық коэффициент дегеніміз сол түзудің x осіндегі жүргізілген бұрышының x осінің оң бағытымен жасайтын бұрышын π деп алсақ, ол сол бұрыштың тангенсіне тең болатын біз бұрынғы сыныптардан жақсы білеміз. Енді жоғарыдағы формуладан пайдаланып біз функцияның өспелі кеммелдігін зерттеуімізге болады. Бұл жерде біз ол үшін f' x0 алып көрейік. f' x0 тең y минус y0 x минус x0 деген емес. Жаңағы өспелі функция үшін. Егер функция өспелі болатын болса, онда аргументтің үлкен мәніне функцияның үлкен мәні сәйкес келуге тиісті. Мысалы, енді біз x-ке, x-ның орнына x0-дан үлкен мән берген жағдайда мынау оң болады. Олай болса, x-ке сәйкес функцияның мәні y ол, y0-дан үлкен болу керек. Бұл жерде өспелі функция үшін x минус x0 0-дан үлкен болса, онда y минус y0 тағы да 0-дан үлкен болуға тиісті. Өспелі функцияның қасиеті бойынша. Бұл деген сөз неменеге әкеліп тіреп жатыр дегенде, сонда туындының x0 нүктесіндегі мәні 0-дан үлкен болады деген сөз. f' x0 0-дан үлкен болады дегенге келеді. Сонда функцияның өспелі болуы оның туындысының мәнін 0-дан үлкен болуына тікелей байланысты. Мысалы, қандай бір x0 нүктеде функция өспелі болу үшін сол нүктедегі функцияның туындысының мәні 0-дан үлкен болуы қажетті және жеткілікті болып келеді. Ал кеммелі функция үшін біз білеміз, аргументтің үлкен мәніне функцияның кіші мәні сәйкес келеді деген. Аргументтің үлкен мәні деген сөз, егер біз x минус x0 0-дан үлкен деп алсақ, онда функция үшін бұл кері болуға тиісті. Онда y минус сәйкес мәндердің айырмасы y0 0-дан кіші болу керек. Сонда біз теріс санды оң санға бөлгенде теріс сан шығады. Бұдан әрі қарай шығады. Бұл жерде f' x0 0-дан кіші деген қорытынды шығады. Немесе функция кеммелі болуының қажетті және жеткілікті шарты оның туындысының мәні 0-дан кіші болу болып табылады. Есептер енді жоғарыда айтылғандарға біз есептер шығарайық. Бірінші есеп функцияның өспелі аралықтарын тап деген есеп екен. Бізге y тең x квадрат плюс 4x плюс 5 деген функция берілді. Бұл дегеніміз жоғарыда келтірілгендей f от x тең x квадрат плюс 4x плюс 5 деген функция берілді деген сөз. Функция өспелі болу үшін жаңа ғана біз ескертіп айтып кеттік. Өспелі болу үшін функция өспелі болуының қажетті және жеткілікті шарты оның туындысы 0-дан үлкен болуы дегенді ескерткенбіз. Туындысы. Сондықтан біз функцияның туындысын табамыз. f' тең болады. X квадраттың туындысы 2x плюс 4x туындысы 4 и 5-дің туындысы 0. Сондықтан f'(x). Олай болса функция өспелі болу үшін енді 2x плюс 4 0-дан
үлкен болу керек. Бұдан 2х үлкен минус 4-тен немесе x үлкен минус 2-тен. Бұл жерде екі жағын біз x-тің алдына коэффициент 2-ке бөліп бердік. Олай болса өспел болатын аралығы минус 2 плюс шексіздік аралығында функция өседі екен. Жаңа келесі функцияның өспел аралығын табу керек. Жаңа бұл жерде бізде f от x-тен былай жазуымызға болады. 1 қосылған x квадраттың минус 1 дәрежесі деп жазсақ, онда f' x не болады. f' x күрделі функцияның туындысын аламыз. Алдымен минус 1 дәреженің туындысы алынады. Дәреже көрсеткіш минус 1 алдына жазылады да 1 қосылған x квадраттың минус 1 немесе минус 2 дәрежесі болады. Оны көбейтеміз. Күрделі функция болғандықтан 1 қосылған x квадраттың туындысына. Сонда тең минус таңбаны алдына қояйық. Бөлшек түрінде келтіре салайық. Бөлшектің үстіне біз 1 қосылған x квадраттың туындысын тауып жазамыз. 1-дің туындысын алып, x квадраттың туындысы 2x келеді. 2x келеді де, астында 1 қосылған x квадраттың квадрат болады. Біз минус 2 дәреже дегенде 1 қосылған, 1 бөлінген 1 қосылған x квадраттың квадрат түріне келтірдік. Енді функция өспел болу үшін бұл 0-дан үлкен болу керек. Бұл 0-дан үлкен. Бұл жерде квадрат 0-дан кіші емес екенін білеміз. Ол 1 қосылған x квадраттың квадраты ол 1-ден үлкен. Сондықтан бұл өрнектің мәні 0-дан үлкен болу үшін минус 2x 0-дан үлкен болу керек. Минус 2x 0-дан үлкен болу керек. Теңсіздіктің екі жағын минус 2-ке бөліп жібереміз. Теңсіздікті минус таңбалы санға бөлгенде теңсіздік таңбасы қарама-қарсы өзгереді. Немесе x 0-дан кіші болады. X 0-дан кіші. X 0-дан кіші немесе кеммел аралық ол өспел аралық. Минус шексіздіктен 0 аралығында функция өседі екен. Минус шексіздіктен 0 аралығында функция өседі. Екінші есеп керісінше функцияның кеммел аралықтарын табу. Ол үшін f' x-те табайық. 4x-дің туындысы 4, x кубтың туындысы 3x квадрат минус коэффициент 3-тен 1-ді алдына шығарамыз. Көбейтілген x кубтың туындысы 3x квадрат 3-пен қысқарады. Бұл тең 4 минус x квадрат деген сөз. Функция кеммел болғандықтан, кеммел болу үшін функцияның туындысы 0-дан кіші болу керек. Бұл жерде жоғарыдағы ескертіп айтқан жаза кетейік. f' x 0-дан кіші деген теңсіздікке біз бұл есептерді негіздеп шығаруға тиістіміз. Сондықтан 4 минус x квадрат 0-дан кіші деген теңсіздік шешіледі. X квадратты келесі жағына шығамыз, үлкен жағына шығып кетеді. Немесе бұл x квадрат үлкен 4-тен деген теңсіздік. X квадрат 4-тен үлкен болу үшін x 1 дегенде үлкен болу керек. 2-ден және x кіші болу керек минус 2-ден. Деген екі аралықтың бірігуі болуға тиісті. 2-ден үлкен сандардың квадраты 2-ден үлкен, минус 2-ден кіші сандардың квадраты 4-тен үлкен болады. Сондықтан интервал түрінде жазсақ аралығымыз біздің минус шексіздіктен
минус 2-ге дейін бірігу 2-ден плюс x-тікке дейінгі аралықтарда функция кеммел болады екен. Кемейді. Енді келесі функция бұнарға қарай кішкене шамды олай ортақ бөлімге келтірейік. Ортақ бөлім 2x, мұнда x-тен, мұнда 2-ден келеді. Сонда үстінде x квадрат плюс 4 астында 2x болады екен. Бұл бөлімді түрінде берілген функция, функцияның туындысын табу, бөлімдің туындысын табу ережесін пайдаланамыз. Пайдалансақ, епштрих x-іміз тең x квадрат плюс 4-тің туындысы жерді, x квадрат плюс 4-тің туындысын біз көбейтеміз 2x-ке минус x квадрат плюс 4-ті енді 2x-тің туындысына көбейтеміз. X квадрат плюс 4-ті көбейтеміз 2x-тің туындысында. Бөлімінде 2x-тің квадраты болу керек тең. Мына есептесек, x квадрат плюс 4-тің туындысы x квадрат 2x, 4-тікі 0. Сондықтан бұл 2x көбейтілген 2x немесе 4x квадрат болу керек. Бұл жерде 2x-ің туындысы 2, жақшаны аш көбейтеміз, минус 2x квадрат минус 4 болады екен. Астында 4x квадрат болады. Тең 2x квадрат минус 4 үстінде. Астында 2x квадрат. Бұл кеммел болу үшін туынды 0-дан кіші болу керек. Бөлімдегі 2x квадрат 0-дан үлкен. 2x квадрат ол 0-дан үлкен. Сондықтан бөлшектің мәні 0-дан кіші болу үшін бөлшектің алымы 0-дан кіші болатыны түсінікті. Бұлай болса 2x квадрат минус 4 0-дан кіші болу керек. 2-ге бөліп тастаймыз теңсіздікті. Сол кезде x квадрат минус 4 0-дан минус 2 0-дан кіші немесе x квадрат кіші 2-ден. Квадрат 2-ден кіші болатын сандар плюс 2-ден кіші болады. Квадрат 2-ден кіші болатын сандар дегеніміз ол плюс минус турасында 2-нің ортасындағы сандар. Немесе бұл жерде x үлкен минус турасында 2 кіші турасында 2-ден. Немесе минус турасында 2 және плюс турасында 2 деген аралықта функция кеммел болады екен. Үшінші есеп. Функцияның минус 1 плюс 1 аралығындағы ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңдар. Бұл жерде берілген аралықта функцияның ең үлкен ең кіші мәнін табу үшін алдымен сол аралықтағы функцияның экстремдік нүктелерін тауып аламыз. Сол нүктелердегі және аралықтың шеткі нүктелеріндегі функцияның мәндерін өзара салыстырамыз. Бұлай болса экстрем нүктесін табу үшін функцияның туындысы f'(x) 0 болатын нүктелерді табамыз деңіз. Бұл нүктелер арқылы экстрем нүктелерін тауып аламыз. Экстрем нүктелерін табамыз. Сондықтан берілген функцияның туындысын табайық. f'(x)
x5 дәреженің туындысы ол 5x4 дәреже минус x кубтың туындысы 3x квадрат, x-тің туындысы плюс 1-ге тең, ал 2-ның туындысы ол 0. Сондықтан біз осы b квадрат теңдеуін шешеміз. 5x4 дәреже плюс 3x квадрат плюс 1 тең 0 деген теңдеудің төрін табу керек. Ол үшін біз x квадрат тең y деп жаңа айнымалы енгізіп, квадрат теңдеуге келтіре аламыз. Десек, онда 5y квадрат y квадрат плюс 3y плюс 1 тең 0 деген теңдеу шығады. Теңдеудің дискриминантын табайық. Бұл жерде минус x квадрат минус 3x квадрат, да тағы да минус x квадрат болады. Минус x квадрат. Дискриминантын тапсақ, үштің квадрат 9, азайтамыз 20. Тең минус 11. Ол 0-дан кіші. Дискриминант 0-дан кіші деген сөз, функцияның түбірі жоқ деген сөз. Функцияның түбірі жоқ. Функцияның түбірі жоқ болғандықтан, 5y квадрат ол жалпылама 0-дан үлкен деген сөз. 5y квадрат минус 3y плюс 1 жалпылама 0-дан үлкен болады. Бұдан жаңағы бұдан 5x4 дәреже минус 3x квадрат плюс 1 0-дан үлкен деген сөз. Бұл жерде бізде еп штрих x 0-дан үлкен болғандықтан жаңағы еп от x функция анықталу облысында тек өспелі функция болады деген сөз. Бұл жерде экстрем жоқ. Экстрем нүктесі жоқ. Сондықтан біз берілген функцияның шеткі нүктелеріндегі мәндерін анықтасақ, олардың ең үлкен, ең кіші мәндерін табуға жеткілікті болады. Экстрем нүкте жоқ. Нүкте жоқ. Жоғарыда біз айтқанбыз, қайтадан ескертіп айтайық. Қандай бір аралықтағы жаңағы ең үлкен, ең кіші мәндерді табу үшін бір дегенде жаңағы экстрем нүктелердегі мәндерді қарастыруға тиістіміз. Екіншідегі бұл жағдайда аралықтың шеткі нүктелеріндегі мәндерді қарастырамыз. Жаңағы минус 1 плюс 1-дегі мәндерді. Осы екеуін салыстыруға тиістіміз. Экстрем нүкте жоқ болғандықтан, сондықтан біз аралықтың шеткі нүктелеріндегі мәндерді тауып, бір-бірімен салыстыру арқылы оның ең үлкен, ең кіші мәндерін табамыз осы аралықтағы. Олай болса, e под минус 1 тең минус 1-дің минус 1-дің s дәрежесі азайтылған минус 1-дің кубы қосылған минус 1 плюс 2 тең. Бұл жерде минус 1-дің 5 дәрежесі ол минус 1, минус 1-дің кубы минус 1, минус минус ол плюс 1 болып кетеді. Плюс 1.
Одан жерде минус плюс 2. 1 плюс минус 1-дер жойылады. 2-ден минус 1-ді азайтамыз, 1-ге тең. Енді e-пад 1-ді есептейміз. E-пад 1-ді есептесек, ол дегеніміз жабында 1 азайту 1 қосу 1 қосу 2. 1 мен минус 1 кетеді, бұл 3-ке тең. Сондықтан бұл жерде 1 дегеніміз жаңағы ең кішімен ең кіші, мынау ең үлкен. Жабыларды жаңағы математикада еп максимум тең 3, еп минимум тең 1 деп жазып көрсету дағдыға айналған. Төртінші келеді, функцияның экстремумдарын табамыз. Функцияның экстремумдары деген сөз жаңағы функцияның туындысы 0-ға тең болатын нүктелерді табу деген сөз. Бұл еп штрих 2 тең 0 теңдеуінің шешімдерін тап деген сөз. Сондықтан біз функцияның туындысын табамыз. Еп штрих x тең болады. x4 дәреженің туындысы ол 4x куб. Сонда 4x куб бөлінген 4 азайтылған. Минус 2 қалпынша жазылады. X квадратының туындысы көбейту 2x. Бұл дегеніміз 4 пен 4 қысқарып кетеді екен. Бізде x куб минус x куб минус 4 x болады. Бұл тең 0 болу керек. Біз x жақшаны сыртынан шығарып жібереміз. Жақшаның ішінде x квадрат минус 4 тең 0. Жабыдан x тең 0. X квадрат минус 4 тең 0. Деген екі теңдеудің шешімдерінің бірігуін қарастырамыз. Біріншіден x тең 0 шығады. Екіншіден x квадрат тең 4 немесе x тең плюс минус 2 болады. Сонда экстрем нүктелері 0 плюс минус 2-тер. Енді олардың максимум минимум болуын зерттеуіміз керек. Ол үшін бұл нүктелердегі функцияның мәндерін таба салайық. Бір дегенде x тең 0 болса, онда e под 0 тең x-тің орнына 0 қоямыз. Тағы 0 болатын көрініп жатыр. X тең минус 2 болса, минус плюс 2-тегі мәндері тең болатын түсінікті екенде. E под минус 2 тең. Минус 2-нің 4 дәрежесі 16, 16-ны 4-ке бөлеміз. 4 азайту. Минус 2-нің квадраты 4, 8 азайту. 8. Бұл тең минус 4 болады. Ал x тең 2 болған жағдайда тағы да e под 2 тең минус 4 болады екен. Плюс бұл жұп функция болғандықтан плюс 2 минус 2-тегі мәндері бірдей болуға тиісті. Олай болса бұл функциялар графигі схема түрінде қандай болады дегенге назар аударайық. Графигі ол схема түрінде
минус 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 минус 4-ке тең. Үйгіргөсіндегі минус 4-тегі мен деп есептейміз. Ал 0-да 0-ға тең. 0-да 0-ға тең. Сонда функцияның графигі жаңағы бұлай. Қайтадан мынау экстрем нүктесі болғандықтан жаңағы өсу кему қасиеттер өзгеруге тиісті. Сонда ол минимум нүктесі 0-да максимум. Жаңағы плюс минус 2-міз минимум нүкте болады екен да. X тең 0 ол максимум нүкте болатынына көз жеткіземіз. Бұны жаңа туындының таңбасы арқылы да бұларды максимум минимумдарды зерттеп табуға болады. Бесінші есебіміз e под x тең x куб бөлінген 3 минус 5x квадрат бөлінген 2 плюс 7x минус 4 функциясы графигінің қай нүктесінде жүргізілген жанамасы OX өсінің оң бағытымен 45 градус бұрыш жасайды дейді. Жоғарыда біз түзудің бұрыштық коэффициентіне қатыстырып, жанама дегеніміз бір дегенде жанаманың бұрыштық коэффициент дегеніміз К тең F' x0 тең тангенс пи болатын заңдылықты айтып өткенбіз. Енді біздің есебімізде пи тең OX өсінің оң бағытымен жасалатын бұрышты біз пи деп атаймыз дегенбіз. Бұл 45 градус болатын x0 нүктесін тап деп отыр. Сонда бізде бұл x0 нүктесі қайтта болады дегенде F' x0 тең тангенс 45 градус болады. Тангенс 45 градус бірге тең болатынын біз білеміз. Сондықтан бұл дегеніміз F' x тең 1 деген теңдеудің шешімі болатында x0 нүктесін біз табуға тиістіміз. Сондықтан алдымен біз F' x тауып алайық. Біз енді айланып мына теңдеуге тіреп жатырмыз. F' x тең x кубтың туындысы 3x квадрат бөлу 3. Сондықтан 3 пен 3 қысқарады, x квадрат болады. Минус 5x болады. Себебі x квадраттың туындысы 2x, 2 мен 2 қысқарады. Плюс 7x-тің туындысы ол 7. Минус 4-тің туындысы 0. F' x-іміз x квадрат минус 5x плюс 7 болады екен. Олай болса біз, мына теңдеу дегеніміз x квадрат минус 5x плюс 7 тең 1 деген теңдеу шешеміз. Бұдан x квадрат плюс минус 5x x квадрат минус 5x плюс 6 тең 0 деген квадрат теңдеуге дейді екен. Бұл теңдеудің түбірлерін біз дискриминант арқылы табуға болады. Виет теоремасын пайдаланып табуға да болады. Дискриминантты осылайық. Дискриминант тең 5-тің квадраты 25, азайту минус 4 көбейтілген 6, ол минус 24 тең 1 болады екен. Сондықтан 2 1 2 тең 5 плюс минус 1 бөлінген
2 болады. Бұдан тең x1 тең 5 қосу 1 6 бөлінген 3 болады. 2 5 азайту 1 4 4 тек көсік 2 болады. 3 пен 2 деген 2 түбір болатынына көз жеткізіп жатырмыз. Бұл жаңағы x0 тең 3, x0 тең 2 деген 2 мен шығып отыр деген сөз. x0 тең 3, x0 тең 2 нүктеге жүргізілген. Жанамасы ой үксесінің оң бағытымен 45 градус бұрыш жасайтын. Енді осы 45 градус бұрыш жасайтын теңдеулердің графиктері қандай болатын таба кетейік біз. Жоғарыда біз айтқанбыз, y функцияның жанаманы теңдеу дегенде y минус y0 тең еп штрих x0 көбейтілген x минус x 0 деген формула бойынша жазылады дегенді айтқанбыз. Жабында y0 дегеніміз, ол y0 функцияның x0-дағы мәні болуға тиісті. Сондықтан біз енді x0 тең 3 болған жағдайдағы жанаманы теңдеуін жазып көрсетейік. Ол үшін біз еп от 3-ті табуға тиістіміз. Еп x0. 3-ті қоямыз. 27, 27, 3-тен 27 дегеніміз ол 9. X квадраттың орнына 3-ті қоямыз. 9, 45, 45-ті 2-ке бөлеміз, минус 22 оннан 5 қосылған 3, 21 азайту 4. Бұл дегеніміз тең болады. 30 плюс азайту 26 оннан 5. Сондықтан ол 3 оннан 5-ке тең болады екен. Біз y0 таптық. Ал еп штрих x0-ымыз еп штрих x0 дегеніміз ол еп штрих 3. Еп штрих 3. Функцияның туындысына x-ның орнына 3-ті береміз. 9 азайту 15. 9 азайту 15 қосу 7, 16. Ол бірге тең. Жалпы енді бұл бірге тең болатын мәндер ретінде алғандықтан екеуінде де бірге тең болуға түсті. Сонда біздің теңдеуіміз y минус y0. y0 дегеніміз 3 оннан 5 болды. 3 оннан 5 тең. Еп штрих x0-ымыз бірге тең болды. 1 көбейтілген x минус x0. x0-дің орнына біз 3-ті алып отырмыз. 3. Жа немесе y тең x минус 3 плюс 3 оннан 5 плюс 0 оннан 5 деген теңдеу. Бұл жерде жаңа x-тің бұрыштық коэффициенті бірге тең. Бірге тең дегеніміз ол тангенс 45 градус болатын тағы да көрініп тұр. Осы сияқты x0 тең 2 болғанда да біз жанаманың теңдеуін жазып көрсетуімізге болады. Осымен функцияның туындының қолданылуына арналған кезекті сабағымызды аяқтаймыз.